Бүгін мен сіздермен осылай салат турап отырып сөйлеспесем басқа уақытта сөйлесейін деп сөйлесуге мұрша болмай жатыр. Сондықтан да көптен бері айтқым келіп жүрген, ойымда жүрген дүниелердің барлығын осылай айтып сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің сіздерге айтып жүрген дүниелерімнің барлығы сіздерге ақыл емес, жай өзімнің өмірде түйгендерім, өмірде көрген түйгендерім. Енді әрине мен бір сұмдық жасап тастаған жоқпын. Жасым биыл алла қаласа 33-ке толады. Сол 33 жасымда қаншама дүниелер болып жатыр, қаншама өмірімде өзгерістер болып жатыр. Қаншама көргендерім бар. Сол көрген түйген наным сенімдермен ғана сіздермен бөлісе аламын да. Қазір менің бір айтқым келіп тұрған, сіздермен бөліскім келіп тұрған дүние қалай болып тұр. Жалпы адам баласы өзін мықтымын деген кезде, өзін мықтымын, күштімін деген кезде, немесе мен мынаны білемін деген кезде, нені білемін деген кезде, сен сол кезде артқа қарай құлдырайсың дейді ғой. Мына нәрсені, ой, мен 5-ке білем, мен мына нәрсені қолымнан күшті келеді деп өзіңе уверенно болған кезінде адам артқа қарай кетеді екен да. Себебі не үшін? Себебі не үшін деп ойлайсыздар? Себебі өзін бірінші орынға қойып қояды екен да. Яғни Алла тағаладан да бірінші қойып қояды екен. Адам өзін неғұрлым мықтымын деген сайын, адам өзінің мықтылығын дәлелдеу үшін неше түрлі ситуацияларды алдына бере береді екен да. Себебі сен өзің мықтымын деп ауызбен айтып қойдың ғой. Мен бір адамдарды білем да, өзім ортамда, айналамда бірдеңе айтатын болса, шүкір Аллаға, менікі емес Алланікі дейді да. Менікі емес Алланікі. Және де ол неге өйтіп айтады деп, даже бір күшті бір дүние жасаған кезде мақтайсың ғой, мә керемет, қалай күшті істегенсің деп, ана кісінің мерейін үстем етуге бір ауыз қошеметтеу сияқты бір сөз айтқан кезде, ол кісі айтады, шүкір Аллаға, мен емес Алла себепкер деп, әйтеуір бір Алла тағаланың атын қоса береді да. Сондай бір адамдар бар да айналамда. Енді ойлайсың ғой, не үшін өйтіп айтады деп сөйтсем, оказывается, адам өзін, мен істедім, менің қолымнан келді, мен ғой деген кезде Алла тағаладан солай сынақ келеді екен да, бір тесттен. Түсіндірамын ма осы жерінше? Мен соны түсінген кезде, деп, мен сонда өзімді күштімін деп ойлағаным үшін кешірім сұраймын. Себебі мен күштімін деп ойлаған сайын, мен сол күштілігімді дәлелдеу үшін неше түрлі ситуациялар болып жатыр да. Сіздерге мен өзімнің өмірімде болған бір өте қызықты жағдайды айтып берейін. И соның түйінін де қосымша айтып беремін. Осыдан 2018 жылы Астарлы ақиқат деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаға мен шақырды. Ол жерде келіндер болады деді. Жан-жақты келіндер болады. Осы Инстаграмда, әлеуметтік желіде белсенді болып жүрген деп. Сонымен мен бардым. Бірінші рет шақырды. Бірінші рет шақырған кезде мен бара алмай қалдым. Барған жоқпын. Кейін екінші шығарылымына бардым. Сол екінші шығарылымына барған кезімде 4 өңірден, 4 келін келді да, Астарлы ақиқат бағдарламасында 4 келін келді менен басқа. Инстаграм жүргізетін, біреу блогер, енді барлығы блогер ғой жерде. Сонымен айтты, сіздер сол сахнада, халықтың алдында қамыр жаясыздар деді. Сосын мен айттым, сіздер қамыр жаясыңдар деп айтқан жоқсыздар ғой, ескерткен жоқсыздар деп айтқан едім. Біз солай шештік, қамыр жаясыздар, сөйтіп көрерменге қамырды қайтып жаятындарыңыз көрсетесіздер деді. Сосын мен ойланып, мен негізінде вообще қамыр жаямайтын адаммын. Қанша қонақ күтсем де, қамырым онша емес шығады. Сөйтіп қамырым, енді қорқып кеттім ана жерде, сонша жерден
барып тұрған кезде, ана жақта қаншама адам, қаншама халық көріп отырған кезде менің қамырым жаман шығып қалса не болады, мен жақта үлгілі келін болып жүргенімді қайтейін, ана жақта қамырым жаман шығып жатса ұят болатын болды ау, енді не істеймін деп кәдімгідей қобалжыдым, қорықтым. сосын айттым, сіздер қамыр жаятын айтқанда мен келмейтін едім, қатыспайтын едім деген едім. Сіз онсыз да уже екінші рет отказ берсеңіз болмайды ғой деп. Сонымен енді сол жерде қаншама халықтың алдында эфирда қамыр жаю керекпін. Ал мен қолымнан қамыр жаю күшті келмейді. Қазақстанның картасы шығады да. Сонымен мен естедім. Мен Алла тағала жан жағыма қарадым да, сөйткеннен қасымда 3 келін бар. Олар өздеріне уверенно отыр. Сосын айтты, сендер қамыр жая аласыңдар ма? Давайте деп. Если ойлайсың ғой, егер барлығы жаймаймыз десе, ол жаңағы шартты алып тастайды ғой экраннан. Шартты алып тастайды ғой, барлығы жаямаймыз десе, алып тастаңызшы десе, барлығының сөзін бір ауыздан келісіп алып тастайды жаңағы турды да. Ешкім ештеңе демейді. Сонымен енді мен анаған қарай, мынаған қарай, бәрі өздеріне уверенно болып тұр енді. Барлығы өздеріне уверенно болып тұр. Сонымен енді қайттым деймін ғой. Сөйтіп Алла тағалаға айтамын, короче. Аллахым, мен қамыр жаямаймын. Білесің ғой, мен қамырым дұрыс шықпайтын, білесің ғой. Бірақ, пожалуйста, позор болмашы деп Алла тағалаға жалынамын ғой. Аллахым, осы жерден құтқарып жіберші деп. Сосын не болды деп ойлайсыздар? Сосын ана жерде 4 келінге жаңағыдай тапсырма берілді, қамыр жайып жатыр. Бір қарасам, менікі ең күшті болып кетеді. Ана 4-еуінен де ше. Хотя олар өздеріне уверенно болып, өздерінің күшті екенін біліп тұрған, қорқып тұрған жоқ еді. Мен ана жақта паниковать етіп, мен масқара болып қалатын болдым, позор болатын болдым ғой деп, Құдайдан көмек сұрап, ана жерде ең күштісі менікі болып шығады ғой. Ойлаңыздаршы. Осы әңгімені жақында бір келіншектермен отырған кезде қамыр жаю туралы тема болып кетті. Сол кезде осы әңгімені айтып бергенімде маған бір келіншек айтты. Айдана, сен не істегеніңді білесің ба деді да. Не істеппін дедім. Осознание келіп тұрған жоқ та ол кезде маған. Не істеппін деген кезде ол айтады ғой. Сен білесің ба, сен өзіңнің әлсіз екеніңді мойындадың бір дейді. Қолыңнан келмейтінін мойындап тұрсың дейді. Екіншіден Алла тағаладан көмек сұрап тұрсың ғой дейді да. Ал егер де сен 1000 жерден күшті жайсаң да, ана жерде Алладан көмек сұрамай, өзіңнің қорғансыз екеніңді білдірмей, ана кісілер сияқты сен де мен қолымнан келеді, ол не тұрады қамыр жаю деген сияқты өзіңе уверенно болған кезде, сенің қамырың ол жерде әдемі болмай қалатын еді дейді да. Енді бұдан шығатын түйін не? Сол кезде айтады да, сен өзіңнің қолынан келмейтінді мойындап Алла тағаладан сұрадың дейді да, көмек. Сол сияқты біз қашан мықтымыз дейміз, сол кезде ұтылады екенбіз да. Ал біздің қолымыздан біз көрген екенсіз ғой, Маңғыстаудан келген, ар жақтан келді ғой. Бірақ ол уверенно болып тұрды, мен өзіме не уверенно болдым ғой. Аллахым, позор қылмашы, пожалуйста. Осы ситуациядан шыға жүрді, мен жалындым шынымен сол жерде. Сонда біз жаңағыдай Алла тағалаға сұраған кезде, өзімізді әлсіз құл ретінде сезінген кезімізде, Алла тағала біздің өмірімізді де, жағдайларымызды, проблемаларымызды жеңілдетіп қояды екен да. Мысалға бізге бір проблема келді делік, бір мәселе, бір сынақ келді делік та. Біз бірінші кезекте Алла тағаланы емес, біз бірінші кезекте соны шешуге кірісіп кетеді екенбіз да. Білек сыбанып. Шын мәнінде біз кімбіз? Біз просто құлмыз ғой. Біздің қолымыздан түк дегенмейді ғой. Если Алла тағала қаламаса да, біз оны түсінбейміз да. Жоқ деп кірісіп кетеді екенбіз да. Ал шын мәнінде менің ойыма келген инсайт, шын мәнінде бізге проблема, сынақтың барлығын жаңағы ойым бөлініп кетті ғой. Біз жаңағы проблеманың барлығын алып кірісіп кеткен кезімізде, шын мәнінде сол проблемалардың барлығы бізге Алла тағалаға жақындау үшін, және де Алланы еске түсіру үшін беріледі екен да.
мысалға осы мен жақында менің өмірімде мынандай бір ситуация болды, өте жағымсыз. Ол маған ұнаған жоқ та. Бір жағымсыз ситуация болды өзім өмірімде. И мен ол кезде бірінші кезекте ашуға бой алдырдым, ашуландым. Бірақтан өз-өзімді сразу сабырға шақырдым да, өзімнің психосоматикада, ПСП-да бади досым бар, соған шықтым. Менде что-то осындай проблема бар, осыны шешіп тастайықшы деп. Сөйтіп біз оны шешіп тастадық қой. Шешіп тастағаннан кейін өмір жеңілдейді да. Мен бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Себебі Алла тағала бізге қиындықты қаламайды да, біздің жанымызды қиналғанын қаламайды, біздің өміріміздің жеңіл болғанын қалайды да. Біз бүкіл жауапкершіліктің барлығын өзіміздің мойнымызға артып алады екенбіз да. Мысалы үшін бір пример айтайын. Бір келіндер бар, бір келіні бар. Ол келіні өте пысық, үйдегі бүкіл жауапкершіліктің барлығын алып алған үйінде, барлығын өзі жасайды, үйді де түзді де қатырады, барлығына үлгеруге тырысады. Оның келіні бар. Оның келіні ештеңе істемесе де барлығы оны жақсы көреді. Абысын деп айтайық. Ол ештеңе істемейді, бірақ барлығы оны жақсы көреді да. Ал анау екінші келін барлық нәрсені істесе де әйтеуір бір жақпайды да. Сөйтсе, бұдан шығатын түйін не? Бұдан шығатын түйін Алла тағала. Ұйықтады ма? Сен соңғасына отырсың? Алишка жауап қалса көнбей қояды, білесің ғой. Адам өзіне бүкіл жүкті арқалаған кезде оған сынақ келеді екен да, әке бөліп берем. Өле онда жеңіп келерсің. Солай. Мен бұның барлығын біліп туған жоқпын ғой. Мен бұның барлығын адам ізденген сайын іздене береді да, үсті-үстіне. Адам рухани өсу, жан жақтан іздене бастаған кезінде уже Алла тағала да көмекке келеді да. Мысалға, бұрындары мен басында бір қорқынышты бір жағдай болатын болса, бір ситуация, бір саған ұнамайтын бір жағдай болса, бұрында мен сразу жаңағы проблеманы шешуге, біреу саған ұрысып тұрса, сонымен ұрысып кетуге солай қадам жасайтынмын ғой. Ал қазір өзім психосоматиканы оқып, ПСП маманы болғандықтан, қазір қандай да бір өмірімде ситуация болса, ол ситуация бірінші адам есебінде ашуың шығады, бірақ ашуды сразу барып ол адам ашуың шығарған адамға барып оны орта жық емес, ойланып, бұл әңгіме күшті жүріпті. Бір әңгімені созып, неше сағатта айттыңыз ғой, не айтып жатыр екен деп тыңдап ем, ойыңызды жинап алсаң шешіп бірінші дейді. Осы әңгімені мен қазір ғана бір кісіге айтқан едім. Мынандайда, еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Қазір мен сіздің ашуыңызға тиіп, осылай жазуыңызға себепкер болсам, значит, менің осындай қателігім сіздің де бойыңызда бар да. Себебі адамға себепші. Мысалы, қазір ғана мен өзімнің бади досым Ақшагүл ханымға сіз ойыңызды жинақтап үйреніңізші деп айтып шықтым. И мен эфирға кірдім. Сіз бір айтылады танымайтын бір кісі маған осылай жазып жатыр да. Значит, ол менде де бар. Бұрын мен осындай нәрселерге кәдімгідей ашуланып, неменеге ол үйтеді, сен кімсің маған үйтіп айтады деп давление болатын да. А қазір
если ол шынымен болса, мен қазір ойым жинақтайын шынымен де. 10 сөз айтқанша лучше бір сөз айтайын деп жинайсың да ойыңды. И нормально қабылдайсың. Қазір көп адам айтады, ой, сен де психолог болып кеттің ба, сен де үйттің ба. Иә, Құдайға шүкір, психологтың дипломы бар. 3 ай психосоматиканы оқыдық, ертең Алла қаласа оның да дипломын аламын да. Бірақ менің мақсатым біреуді барып ақша сұмдық бір ақша тауып кету болмаса да, главный мен өз-өзімді тәрбиелеп жатырмын да. Өз-өзімнің минустарымен, өз-өзімнің жағымсыз қасиеттерімізбен жұмыс жасаған сайын уже менде өзімде өзгеріс бар да. Ал адам өзін өзгерткен кезде айналасындағы адамдар өзгереді. Біздің көп әйелдердің қателігі қазір инстаграмнан уағыз көріп алады, неше түрлі мотивацияларды көреді да. Мысалға, мен де мотивация айтамын ғой, бірақ мен ол мотивацияны қандай жолмен айтып, мен өзімнің өміріммен бөлісіп айтамын да. Бірақ адам сәт сайын жақсы жаққа, адамдар қазір сәт сайын өзгеріп жатыр да. Сәт сайын өзгерген кезде мен үнемі айтамын ғой, менің 1 ай бұрынғы миыммен дәл қазіргі миым 2 бөлек деп. Себебі адам күн сайын ізденген сайын жаңа инсайт, жаңа түсініктер келе бастайды. Жаңа инсайт, жаңа түсінік келе бастайды. Шынымен екі келін екі түрлі жақсы көреді, бірақ онша ұнайтпайтын істеп жатқан тірліктің көбісін жасайды. Бірақ ешкім байқамайды. Осыған жауап берсеңіз дейді. Қараңызшы, Сабиркин мысалға осы сұрақты менің де басымнан өтті да, және де мен де оны ойландым. И кеше оның жауабын таптым. Кәдімгідей таптым да. Мысалы қараңыз, әйелдер, біздің міндетіміз просто әйел болу, әйел болу, бала туу, отбасымызға қарау, бірақ біз еркектің жүгін, бүкіл семьяның жүгін мойнымызға артып аламыз да, шаба береміз. Ал шын мәнінде жаңағы түк істемейтін, ештеңе істемейтін, просто так жүретін келіндер болса, сондай бір туысқаныңыз, жаңағы келініңіз болса, оны ештеңе істемесе де үйіңіздегілер барлығы соны жақсы көріп, соны жақтап отыратын болса, значит, ол сізге сабақ екен да. Яғни, нағыз әйел болуды ол сізге көрсетіп жатыр да. Шын мәнінде сен ол ауыр жүкті көтермей-ақ, сен жаңағыдай бүкіл үйдің проблемасын шешпей-ақ, сен просто так ештеңе істемесең де, қалай бар солай болсаң да, адамдар сені жақсы көреді деген сабақта негізінде. Ол әр адам сабақ әртүрлі. Адамдар сені жақсы көреді. Біз адамдардың махаббатын, адамдардың вниманиясын алу үшін аламыз да бүкіл не қыламыз, жаңағы адамға жақсы көрініп, ана жағынан, мына жағынан шығамыз. Сөйтіп ақырында ол бізге жақсы көңіл бөлмесе, өмір деген әділетсіз, Құдай не үшін мені жақсы көрмейсің деп қапа боламыз. Ал шын мәнінде біз адамның көңілін табам деген сайын, Алла тағала біздің жолымызды қиындатып қояды екен да. Біз Алланың разылығы үшін жұмыс жасаған кезімізде Алла тағала деген сайын, сол кезде біздің жолымызда ашылады, және де өмірімізде жеңілдейді. Құрбы шайға барғанда біраз инсайт алғанмын сенен. Мұрат Фарно жұмыс істеп жүрген, қазір вентилятор істеп жатырмын. Мен соларды үшкен ұсыныс түсіп жатыр. Жақсы жаққа өзгеру дейді. Андай ғой, мен сәт сайын жақсы жаққа өзгерудемін десеңіздер, өзі автоматым бар ғой. Сіздің бойыңызда бір жақсы дүниелер пайда бола бастайды. Мен бұрындары өзімді әркіммен бір салыстыратынмын. Сөйтетін едім да, өзіммен өзім выгорание түсіп кететін едім. Қазір мен жаңа айтып отырмын ғой, Инстаграмда әртүрлі өмірді көріп алып, өзіңізбен өзіңіз выгоранияға түсіп, өзіңізді өзіңіз қинатып шаршатпаңыздар депші. Мен не үшін психосоматиканы оқып алдым? Себебі құр мотивация адамға жеткіліксіз. Егер сен тек қана мотивация бере беретін болсаң, әйелдер оны дұрыс түсінбей қалып, ертеңгі күні қаншама үйде отбасыларда ұрыс керіс болып кетуі мүмкін да. Неге? Себебі қараңыз, біреу бір семинарға барды, бір кездесуге барды, сөйтеді да қаншама мотивацияға тойып алады. Өзіңді құрметте, өзіңді үйт, өзіңді бүйт, шекараңды дұрыстап қой, анау, мынау деген неше түрлі енді.
сондай дүниелердің барлығын көріп алады, естіп алады, сөйтеді да үйіне келеді да күйеуі бірдеңе десе оған шап береді, енесі бірдеңе десе оған шап береді. Сөйтеді дағыны өзгерем деп ниет етіп кісі болып өзгерем деп деген адам бірінші келеді да мотивацияға тойған ғой, себебі айналасындағы адамдарға атака жасап солармен алысып қырылысып кетеді да. Ал шын мәнінде біздің ата-бабаларымыз өзі айтып кеткен ғой, бұл өмірде ең қиын нәрсе ол өзіңді өзгерту да. Ал сен өзіңді өзгерткен кезде керек емес ол жаңағыдай енемен алысып, күйеумен алысып, олар өзімен өзі өзгереді екен. Мен оны өзімнің опытымнан білемін да. Даже менің өзім күнделікті құлағым құр жүрмейді. Мысалға үй жинап атам ба, посуда жуып атам, үнемі өзімнің тыңдайтын ұстаздарым бар. Сол кісілердің подкастын несін тыңдап қойып, әр жүрген кезінде бір инсайт алып қалуға тырысам. Бір нәрсені түсініп қалуға тырысам. Себебі біз просто қараңыздаршы, адамдар ақылды болып, адамдар дамитын болса, адамдардың барлығы күшті болып кететін болса, если мотивациялық кино көргеннен, мотивациялық кітап оқығаннан барлық адамның жолы ашылып, өмір күшті болып кететін болса, мына біздің әлемде, мына біздің қоғамда не болмас еді ғой? Ешқандай бір кедей адамдар тұрмас еді, жағдайы жоқ адамдар болмас еді ғой, дұрыс па? Если жаңағы бір көрген кітаптан оқыған мотивациясы іске асып кететін болса, немесе жаңағыдай 120 қандай бір күнде таңертең тұрып жүгір, күнде бірдеңе істеп, күнде бір салауат жаз, күнде бір әртүрлі тапсырмалар беріп өмірді қиындап тастайды ғой негізінде. Сол сияқты, если адамның барлығы соны жасағаннан өмірлері өзгеріп кетсе, бұл әлемде бір жағдай жоқ адам қалмас еді ғой, дұрыс па? Барлығында қос машина, барлық адам алып кететін еді ғой, дұрыс па? Мысалы, мына кісі жазыпты, менің кішкентайым көп ауырып кетті, маған байланысты ма дейді. Әрине сізге байланысты. Бала 18 жасқа дейін анасымен байланысты дейді да. Анасымен байланысты. Түсіндіре алдым ба? Менің психосоматиканы оқығанымдағы басты мақсатым сол, мен уже мотивацияны көріп, жан-жақтан алып, мотивацияға тойған адаммын да, шындығына келгенде. И мотивацияның зиянын да білемін да. Қалай зиян? Көп адам тек қана пайдасын айтады ғой, ал зияны қалай сонда деген сұрақ болса айтайын. Мысалға жаңағыдай әйелдер неше түрлі семинарларға барады да мотивацияға тойып алады. Бірақ оның ішінде неше түрлі блоктар бар. Блок дегеніміз тұншыққан сезімдер. Білесіздер, кез келген ауру, кез келген дүниенің барлығы бірінші жанымызда болады да. Адамның ішінде болады, эмоциясында блокталып қалады. Если адам сомен жұмыс жасамаса, ол денесінің бір жағына жара болып шығады. Бірінші кез келген ауру жан бойынша сигнал береді екен да. Одан кейін барып тәнге өтеді. Мысалға адам мотивацияға тойып алады да, үйту керек, бүйту керек дейді да. Бірақ ішкі жан дүниесі оның толып қалған. Ол адамға әсер етпейді, ол кері әсерін тигізеді. Мен бір неге барған кезде, бір кездесуге барған кезде бір психолог айтты да. Адамдар осы менің сөзімді мотивация, ол кезде мен тек қана мотивация бердім, ол кезде психосоматиканы оқымаған, енді психологияны бүйтіп оқымаған. Сол кезде сөйтіп айтқан кезде мен ана кісіні жек көрдім да. Мен оған не кедергі келтіріп жатырмын, не сонша өйтіп айтады деп мен андай қылдым. Возмущение болды да менде. Кейін мен түсіндім ғой, что-то не то. Адамдарға тек қана мотивация беру ол дұрыс емес деп. Мысалға сіздер мені көресіздер, ой, Айдана деп ойлайсыздар ғой. Ал шын мәнінде сіздерге күшті болып көрінетін шығармын. Ал шын мәнінде мен күніге даму, күніге бір нәрсені түсініп қалуға тырысамын. Күніге бір нәрсе
андайда бір орында тоқтап мен білдім толдым деген күні сен артқа қарай құлайсың. Даже мысалға кейбіреулердің балдары жөтеле береді, жөтеліп қала береді. Ол әйелдің мысалға анасының айта алмаған сөздері, анасы сол сөздерді айта алмағандықтан баласы жөтеледі. Мен қазір қуанам осы именно психологияда адамның жанын емдейтін оқуды оқып алғаныма. Себебі мен алдымда қаншама адамдармен жұмыс жасаймын, мотивацияны беріп жүресің, тойғыз жүресің. Кейін қарасаң, олар енді алып кететіндер алып кетеді. Мысалға, мен де өзім ешқандай жанымды емдемей, тек қана мотивациямен, жан жақтан мотивация алып өстім ғой. Бірақ адам қаншалықты ішін тазаламайынша, соншалықты өзіне қиындық тудырады екен да. Сосын бар ғой, сіз мен өзім қай жерден қателестім деп өзіңізді кінәлап отырсыз ғой. Адам өзін кінәлаған кезде өз-өзінің жолын жабады екен. Адам өзін кінәлаған кезде, түсініп алыңыздаршы осыны. Адам өзін кінәлаған кезде өзінің жолын өз жабады екен. Сіз ешқандай да бірдеңені бүлдірген жоқсыз, сіз білген жоқсыз да. Біліп барып істесең, айтады ғой, біліп барып суға шаптырып жатыр деген. Если сондай болса, ол бөлек, оның күнәсі де бөлек, оның әңгімесі де бөлек та. Ал именно ештеңені білмей, ештеңеден хабарсыз болып тұрып жасаған нәрсе, ол ешқандай да не емес. Не жаздыңыздар, қазір қарай салайыншы. Мысалға, қараңыз, Айдана жазыпты, мен біреудің проблемасын тыңдап кеңес берсем, өз өмірімде сол нәрсе орындалып тұрады дейді. Ол неден? Мысалы, қараңыздар, 2-3 күн бұрын менде де сондай жағдай болды. Мен біздің психосоматологтардың, ПСП-лардың группасы бар. Сол кезде мен оларға гармонияны, күшті бір керемет күйді, бір сезімдерді айтамын ғой ол кісілерге. И бізде ертесіне емтихан болады. Емтиханнан өтіп кететінімді түсініп тұрмын да, емтиханнан қиналмай спокойно өтетінімді түсініп тұрмын, бірақтан өзімді білгіш сезініп кеттім ана жерде, шынымен ше. И сол білгіш сезініп кеткеніме қарай, именно 10 адам емтихан тапсырып аман есен өтсе, именно мен ескертумен өтем да. Себебі мен ана жерде өзіме көп алып қойдым. Сол ішінде біреудің проблемасы, біреудің дүниесі, біреудің мәселесі болып жатқан кезде көп бір үлкен кісілер байқайсыздар ма? Нақты бір ақыл айтпайды, нақты бір шешім айтпайды ғой. Былай істейді. Бірдеңені айтады да. Бізде мысалы психосоматологтарда айтады. Шешім айтпаңдар, ұсыныс айтыңдар дейді да. Сол сияқты бір үлкен кісілерге айтсаң, бір ақыл сұрап барсаң, айтады ғой. Соңғы шешім өзіңде дейді да, бір өзінің ойын ғана айтады ғой. Сол сияқты және де Алла білуші деп қояды да, себебі шын мәнінде оның 100% дұрыс емес екен, бір Алла ғана біледі да. Алла ғана біледі. Содан кейін барып байқасаңыздар, жаңағыдай өзің қалай мақтанып қойсаң, солай біз түсініп қалуымыз керек екен да, нені. Мысалға, енемен, келінмен, анамен қарым-қатынасты барлығын реттеуді үйретем деп алып, и Алла тағалаға кешірім сұрап қою керек екенбіз да. Себебі Алла тағала сен күштісің ба не деп бізге одан бетер өзіміздің өмірімізде проблема создавать етіп бермес үшін біз Алла тағаладан бір табан аяқ тартып тұруымыз керек екен да, өзімізді құдай қылмайшы. Сен қалай мен білдім, мен білемін, мен күштімін деген кезінде саған сынақ келеді, соны түсініп алу керек та. Одан кейін жаңа айттым ғой, бізде жаңағыдай неше түрлі проблемалар болады, мәселелер болады, біреу бірдеңеге жаның сығылып тұрса, былайша айтқан кезде, бір нәрсеге алаңдап, бір нәрсеге жаның сығылып тұрса, мысалға мына кісі жаңа не деді, балам жөтеледі деді ма?
балам жөтеледі деді. Мысалға қазір әркімнің өзінің проблемасы бар. Барлық адамда проблема бар, иә. Сен сол проблемаға жаның сығылып, уайымдап тұрсаң, біз оның артында, мысалы қараңыздар, бала ауырды делік, иә, былай түсіндірейінші, балаңыз ауырып қалды. Бала ауырған кезде біз бірінші не істейміз? Бірінші кезекте дәрігерді ойлаймыз, сосын уже постоянно беретін дәрілерімізді білеміз, биферон свеча салам, үйтем деп білеміз да. Бірақ біз оның не үшін ауырғанын сабағынамайды екенбіз да. Ол қалай деп ойлайсыздар? Мысалы қараңыздар. Мысалы балаңыз ауырып жатыр. Балаңыз ауырып қалды, жөтеліп қалды. Иә, балаңыз жөтеліп қалды. Біз сразу жөтелсе, ертең докторға апарамын, сосын аптекадан постоянно ішетін дәрісін әперемін дейміз да, қоямыз. Ал шын мәнінде ол бала арқылы бізге Алла тағала бір нәрсені түсіндірейін деп тұр да. Сабақ, бір нәрсе сабақ, сүйіншісі ма, ескерту ма, бір белгі беріп тұр да Алла тағала. Неге қараңыз, мысалға, сіз оны байқамайтын едіңіз да, если сіздің балаңыз ауырмаса, ол белгіні. Мысалға, сіздің үйіңізде мышығыңыз бар, күшігіңіз бар, мал жаныңыз бар делік, иә. Сіздің сол үйіңізде жүрген мышық жөтеліп қалса, немесе мышық ауырып қалса, сіз оған көңіл бөлмейсіз, дұрыс па? Қойшы, мышық қой, ауырады, қояды дейсіз да, оған жүрегіңіз ауырмайды. Мысалы үшін, үйіңізде бір қой, тауық сияқты бір нелер болса, олар ауырып қалса, оған бүйтіп сәл, ойбен ауырып қапты ғой дейсіз да, бірақ оған жүрегіңіз ауырмайды, шындығына келгенде да. Ал сіздің балаңыз немесе өзіңізге жақын біреу ауырып қалған кезде, уже сіз қипақтап жүгіріп, уже жаныңызға батады ғой баланың ауруы. И сол кезде Алла тағала бізге белгі береді екен да. И сол белгіні біз дер кезінде түсініп қалуымыз керек екен да. Қалай дейсіздер ғой? Мысалға, біз былай жасаймыз, мамандар. Бізге сондай белгі келді. Бала ауырып жатыр, баланың ауырып жатқан біздің жанымызға батып жатыр, дұрыс па? И сол кезде біз оны сразу былай емдеймін, дәрігерге барам демей, бірінші Алла тағаладан сұрау керек екенбіз да. Аллахым, мынау сенің жаңағы құлың Ыбырайұлы Нұрахмет ауырып қалды. Жөтел қоймай жатыр. Оның ауырып жатқанына менің жүрегім ауырып тұр. Себебі анасы ретінде мен жүрегім ауырып тұр. Аллахым, менің бұл баламның ауырып қалған себебі неліктен? Бұның артында қандай сабақ жатыр? Бұнымен не түсіндіргім келіп жатыр? Ескерту ма, сүйінші ма, әлде сабақ па деп сұраған кезде бізде түйсік деген нәрсе бар. Сонымен жауап келеді екен да. Түсінесіздер ма? Біз жаңағы ситуацияларды, мысалы, өмірде неше түрлі мыңғықты ситуациялар бар ғой. Біз сол мыңғықты ситуацияларды тұншықтырып жауып қоя саламыз. Бала ауырса, дәрімен жауып қоя саламыз. Өзіміздің бір жеріміз ауырса, басымыз ауырса, дәрімен жауып саламыз. Үйтеміз, иә. Бірақ біз оның сабағын алмайынша, жаңағы ауру біздің үстімізге жабысып тұрып алады екен да. Не үшін? Себебі біз оның сабағын алған жоқпыз. Енді оның сабағы қандай болуы мүмкін деген сіздерде логично сұрақ болу керек, иә. Ойбай, сонда ол не сабақ ол деп ойлауларыңыз мүмкін ғой. Дұрыс па? Сұрауларыңыз керек. Ол сабақ мынандай болуы мүмкін. Примерно айтып жатырмын да енді. Мысалы үшін менің қызым ауырып қалды. Кеше ауырып қалды. И мен қызымның түйсігінен шығып сұрадым. Сен не үшін ауырып қалдың деген кезде айтты. Сіз сол кездер маған қарамадыңыз, сол үшін мен ауырып қалдым дейді. Кішкентай қыз ғой, түйсігі сөйлеп жатыр. Енді ол қалай қайтсем жазыламын. Бұл арқылы Аллахым не білдіргің келіп жатыр деген кезде маған дәл қазір мынандай сабақ келді да. Дәл қазір мынандай сабақ. Өзіңе қызыңды қалай жақсы көрсең, қызыңды қалай бағаласаң, өзіңе де қызың сияқты қара деген сабақ. Яғни, мен мысалға білесіздер ғой, өзім жанымды аямай, арда жүгірем, берді жүгірем, өзімді ұмытып кетем ғой. И ол Алла тағаладан ескерту да. Сен ана кішкентай қызыңды қалай қарайсың, сен де солай өзіңе қара деп тұр. Значит, маған демал деп тұр. Солай бір қызық бір нәрсе. Бірақ сондай нәрселердің барлығын шешіп алған кезде сіздің өміріңізде шынымен де гармония. Бірақ мынау бізде қазақта айтады ғой, көз тиіп кетпесін деп. Негізі шынымен де сондай.
Адамға айналадағы адамдардың көзі емес, адамға өзінің көзі, өзіне өзінің көзі тиеді екен да. Мысалы үшін мен айттым ғой, емтихан алдында бір күн бұрын өзімді күшті сезініп кеттім. Менде что-то бәрі күшті болып кетті дедім ба, ертесі күні менде бір үлкен сынақ келді, ертесі күні емтиханнан ескертумен өттім да. Прикиньте, ешкім анау мынау көре алмайды деп айта алмаймын, мен өзімнің көзім өтті. Сол үшін еш нәрсені иемдемеу керек, және де жаңағыдай өзіңіздің бойыңыздағы күшті нәрселерді менікі деп қабылдамай, Алланікі, Алла сенің қасиетің деп. Даже анау бір ақындар, бір күшті емшілерге барып, рахмет, сіздің арқаңызда жазылып кеттім деп айтасың ғой. Жаңағы адамды әулие қылып айтып жатқан кезде ол адам айтады, ол қасиет менен емес Алладан деп айтады да. Себебі менен деп қойса, ана мен деп қалса, Алла Тағала ананың қасиетін алып қоюы мүмкін екен да. Мен жаңа соны түсіндім. Оказывается, олар осыдан айтады екен ғой деп ше. Сіздер түсініп қалсаңыздар, мен сіздерге қаншама инсайт алдым. Инсайт айттым ше. Мен өзім бір ұстазым бар, сол күні постоянно тыңдаймын да, сол кісіден 1 сағаттық эфирларынан 1-2 инсайт қана алып шығамын да, ойланам, сондай екен ғой деп. Даже білесіздер ме, өткенде осы 1 ай бұрын ба, менде мынандай инсайт пайда болды. Біз қаншама адамдар жүр, өздерінің өмірлеріне қапа болып, анау мынау деп өзін бір қалай айтсам болады, өзін бір дұрыс бағаламай, өзін бір кемсітіп, Құдайға ренжіп, қапа болып жүр да. Мен өткенде жүгіріп бір нәрсе істеп жатқан, осылай жүгіріп барып әжетханаға кірпіш қасылайыншы деп жүгіріп кеттім да. Сөйтіп әжетханада ойландым. Бірден осознание келіп қалды. Мен қандай бақыттымын деп та. Сөйтіп неге деп ойлайсыздар? Мысалға біз дәл қазір отырған жерімізді жүгіріп барып әжетханаға өзіміздің қажетімізді спокойно өтей аламыз да. Өзіңіз ойлаңызшы, өзіңнің қажеттілігіңді спокойно барып әжетханаға жүгіріп барып өтей аласың да. Ал қаншама адамдар бар ауруханада кіші дәретке шыға алмай, кататормен қиналып жатқанша. Қандай нығмет та, біздің бүкіл организмнің бәрі істеп тұр. Біз қалаған уақытымызда жүгіріп барып, қалаған нәрсені істей саламыз. Біз соншалықты Алла Тағаланың беріп қойған нығметін көрмейміз да, өзімізді бір кем санап, болмашы бір машинаға, болмашы бір дүниенің болмай қалғанына көңілімізді түсіріп, өзімізді Құдайға ренжіп, не үшін, неге өйтпейсің, мені анадан не үшін кеммін, мынадан не үшін кеммін, өзімізді кем санаймыз да. Ал бізге Алла Тағала қаншама нығмет беріп қойғанда, біз оны сезінбейміз. Бізге оның барлығы банально сияқты да. Банально, яғни солай болу керек болғаннан кейін солай. Адам болған кейін спокойно туалетке шығу нормально деп ойлаймыз да. А на самом деле ол не нормально. Даже кейбір адамдар бар, кішкентай бөпелер бар, нәжіс шығатын тесіктері жоқ болып туылатын бөпелер бар да. Сондай адамдар бар. Бір қол, бір аяғы жоқ, сал болып туылатын адамдар бар. Ал біз 12 мүшеміз сау, бүкіл организм істеп тұр да. Біз сөйте тұра Құдайға қапа болып жылаймыз да. Сосын өткенде жаңа мен ұстазым айтады да, қазір қаншама техникаларды айтып жатыр психологтар, үйтсең үйтіп қаласың, бүйтсең бүйтіп қаласың, мына сүрені 70 рет оқысаң үй аласың, мынаны бірдеңе рет оқысаң машина аласың деп үйретіп жатыр дейді да. Мысалға сен 10 000 шаг жасасаң осынша бір пайда табасың деп адамды қинап жатыр дейді да. Мысалға ал енді қараңыз дейді да, аяқ қолы жоқ адамдар да бар ғой бұл өмірде. Мысалы аяғы жоқ адам бар, ақсақ адамдар бар, жаңағыдай бір қандай дейтін еді, мүгедек адамдар бар, ол кісілер ондай амалдар жасамаса да, ол кісілердің армандары орындалады ғой, өзін қинамаса да. А біз өзіміз қиындатып алғанбыз да, андай істейтін болсақ осындай болады, мынандай істейтін болсақ осындай болады деп ше. Ал шын мәнінде Алла Тағала бізге ештеңені қиындатпай барлығын беріп қойған дейді да.
біз соны түсінуіміз керек екен да. Аллах қандай шеберсің деп. Білесіздер ма, мына тахаджуд намазынан да ең күшті нәрсе бар екен да. Ең күшті бір күшті әсер ететін амал бар екен. Амал. Ол амал былай деп аталады екен. Тафаккур жасау. Тахаджуд намазынан да жоғары амал бар екен да бізде. Көп адамдар айтады ғой, тахаджуд намазын оқысаң бүкіл армандарың орындалады, бүкіл қалауларың орындалады деп. Ал біз просто тафаккур жасап ақ біз сол тахаджуд намазын оқығандай сауап алады екенбіз. Ол қалай деп ойлайсыздар ғой? Өте оңай. Өзіңіз ойлаңызшы. Вообще оңай ана амалды айтатын болсам. Айтайын ма, айтпайын ма деп. Сат жүрген бір наместе. Өте оңай амалда. Қандай күшті деп ойлайсың, И ол амалды айта салайын, сөйтейін да мен ойбай аяғым үйіп қалды ғой. Айта салайын, сөйтіп эфирді қорытындылайын. Бүгін кешке гәп береміз. Соған дайындалып жатырмын. Соған турап. Тафаккур. Айтайын ба? Айтайын, Айта салайын, Айтайын ба, айтпайын ба? Айта салайын, қараңыздар. Тафаккур деген ең мықты амал екен да. Ол тафаккур просто Алла Тағаланың бізге берген, мысалға айтып тұрмын ғой, әжетханада отырып, просто кіші дәретке оп-оңай шыға салғаныма, Аллахым, сен қандай күштісің, спокойно өзіңнің қажеттілігіңді өтеу деген қандай бақыт деп мен прям денеммен сезіндім ананша. Аллахым, сен қалай жеңілдетіп қойғансың депші. Себебі мен кататормен босанатын кезде кататор қойды, бір нәрсеге қойды, білмеймін неге екен. Осы 5-ші қызымды қойды да, ана кататор деген ауыртады екен, ойбай, жаман екен ғой кататор деген. Сол айтам да, Құдай, Аллахым, сен қандай күштісің, Жоқ, сіздерге күлкілі нәрсе айтып жатқан жоқ, просто да біз сондай нәрселерді сезінбейміз ғой. Біз соның барлығын банальный қабылдаймыз да. Солай болу керек деп. Ал на самом деле қаншама адам бар, сол жыныс нәжіс шығаратын тесігі жоқ, дұрыс па? Қаншама адам бар, бір қол бір аяғы жоқ. Қаншама адам бар, көзі көрмейді да. Біз бүкіл нәрсені көріп жатырық, аузымыз дәм сезеді, көзіміз неше түрлі нәрсені көріп жатыр, қолымыз неше түрлі нәрсені ұстап жатыр да. Сөйте тұра біз отырып алайық, Құдайға қапа болып отырамыз да. Ал жаңа тафаккур деген бар ғой. Сол Алла Тағаланың жаратқан жаратылыстарына, Алла Тағаланың біз үшін жасап берген, бізге қызмет етсін деп берді ғой. Сол нәрселердің барлығын Алла Тағаланың мүмкіншіліктерін отырып алып біз сезініп көрсек, мысалға табиғатқа барған кезде, мына тауды қалай жасағансың, құдіретіңде шек жоқ, Аллах Тағала қалай істеген, даже біздің бөпелеріміз бар ғой, мен денем мурашки болып кетті кәдімгідей. Біздің бөпелерімізге қараймыз да, сүйкімді болады ғой. Аллахым, мен мынаны қалай жақсы көрем. Сен бізді біз балаларымызды жақсы көреміз ғой мейіріммен. Алла Тағала біз баламызды жақсы көргеннен деп керемет жақсы көреді дейді да. Біздің жақсы көргеніміз соның қасында бір кішкентай бір тырнағына да татымайды дейді да. Алишка, кетіп қалма. Тырнағына да татымайды дейді да. Алла тәубе ету, және де Алланың жаратқан, біз үшін жасап қойған мына әлемді мысалы қараңыздаршы, мына үйді де бүкіл жағдайдың барлығын Алла Тағала біз адамдар үшін жасап қойған ғой, дұрыс па? Және де Алла Тағала бізге періштелерді қызмет еткізіп қойған да, былай қарап тұрсаң. Періштелер біздің, мысалға, мына жағымызда 2 періште, мен естуім бойынша, мына жақта 2 періште, мына жақта 2 періште, алдымызда, артымызда, сонда бізді
алты періште қорғап жүр да, өзіңіз ойлаңызшы, бізге періштелер қызмет етіп жатыр да. Сондай мәртебемізді биік қылып қойған. Біз отырмыз да. Даже мынандай да, сен өзіңді неудачникпін деп ойласаң, сен просто мынаны ойланшы дейді да. Шүкіршілікті айту емес, сезіну, және де Алла Тағаланың бізге жасаған дүниелерін, нығметтерін сезіну. Аллахым, мынаны қалай жасағансың, бізге күштілеп тұрып істеп бергенсің деп сезіну да. Сіздердің комментарияларыңызды қарап ойым бөлініп кетті ғой. Не айтқан едім? Сезіну. Біз адамдарша шүкір айтып жүрмін ғой дейді, шүкір Алла деп қойды. Шүкір Алламен шешілмейді ештеңе. Сен әр нәрсені бір осознанно ойлау керексің. Осознанно. Сонда қарашы, если бізге просто такафур ету арқылы біздің жұмысымызды жеңілдетіп қойса, бізге түнде тұрып тахаджуд намазын қиналмай қойсақ та болады да. Былай қарап тұрсаңшы, мен енді ойбай. Ойбай. Ертең аз тербетші, жылап жатыр. Түсініп алдың ба? Сонда бізге бүкіл періштелерге бүкіл жағдай мүмкін болған. Қойшы. Болды. Жаңағы өлең айтып тербетсей, ести алсашы, қане. Қараңыздар да мынандай. Жаңағы неудачник деген есіме түсті. Жақсы көрем, өте жақсы көрем. Ерінен сүйген қала кетті. Ес жақсы. Өзіңді неудачник санасаң, просто сен мына мысалды ғана ойлашы дейді да. Мысалға біз жаратылған кезде қаншама ұрықтың ішінен біз жаратылып тұрдық та. Қаншама ұрықтың ішінен біз удачно анамыздың жатырына түстік та. Былай жатқан кезде ше. Сен ұялсай дейді да, сонша ұрықтың ішінен сен анаңның жатырына түсіп алып, өзіңді неудачникпін деп айтуға ұял дейді да. Түсінсеңіздер, күшті нәрсе айттым ше. Алла Тағаланың яратқан бүкіл нәрсесіне, мысалға гүлді көрдің, неше түрлі гүлдерді көрдің, иіскесінде, Аллах, сен қандай күштісің, қандай құдіреттісің, қандай деп. Даже қараңыздар, даже Алла Тағаланың құдіреттілігі шексіз. Жер бетінде қаншама адам бар, бірақ соншама адам бір-бірінен қайталанбайды да. Сәл-сәл ұқсастар болатын шығар, бірақ олар точ бір-біріне ұқсамайды да. Даже қолдарының таңба саусақтары бар ғой, саусақтарына дейін ұқсамайды дейді да. Мынау ағаш бар ғой, кәдімгі ағаштың жапырақтары бар ғой, жапырақтары бір-біріне ұқсамайды екен да, өзіңіз ойлашы. Мақұл, адам енді адам дейсің ғой, ал мына жерде ағаштың қаншама жапырағы бар. Соншама жапырақтар бір-біріне ұқсамайтын етіп жаратқан құдіреті шексіз Алла Тағала сенің бүкіл қалауларыңды орындауға шамасы бар да. Біз сондай нәрселердің бәрін көре білуіміз керек та. Даже қараңызшы, стиральныйға кір салып жатырық та. Бұрындар біздің апаларымыз қалай жуды мысалға да, қолымен шаршап, қазір бізге рахат, стиральный аламыз, саламыз.
сол стиральный ойлап менің стиральный кірім бар өтіп алып жая салу керек. Соны стиральный ішіндегі кірді алып жаюға ерінеміз да. И еще бүйтіп отырамыз ғой. Бүгін біз кір жууымыз керек деп отырамыз да. Ал шын мәнінде ол бізге бүкіл жағдай жасап қойған ғой. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс дейсіз, жақсы онда. Қонағымды аман есен күтіп алайын. Бүгін Алла қаласа жолдасым келеді. Ол кісі қанша күн өтті? Қанша күн? 20 күн болыпты. Кешке отырыс бар деп отқан еді. Жіберіп қалса болар еді апам. Апамның онша-мұнша тірлігін жасап кетейін. Отырысқа барсам бола ма деп ше. Какой? Сильнее. Жақсы, аман болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Мынандай сөз бар да. Мен сәт сайын жақсы жаққа өзгерудемін дегенше. Сәт сайын өзгерудемін деп айтпаңдар дейді да. Сәт сайын жақсы жаққа өзгерудемін деп айтыңыздар дейді да. Сол кезде жақсылық келеді деп. Сосын мынандай бір нәрсе айта салайыншы. Егер сіз байлықты, бақытты, неше түрлі нәрсені армандасаңыз, армандаған кезде сіз сол нәрсені көзіңізбен елестете алсаңыз, яғни сіздің күшті үйде тұрып жатқаныңызды прям жүрегіңізбен сезініп елестете алсаңыз, значит ол нәрсе орындалады да. Енді бұл ұзақ тема, осымен неғасылайын, эфирді сақтайын, тірлігім істейін. Аман болыңыздар, Алла разы болсын сіздерге.